Достар, баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Ал мен бүгін сіздерге осындай өзімнің әсіп дайындау әдісін көрсеткім келіп отыр. Өте дәмді болып шығатын әсіптің рецептісі. Дайындалу да өте оңай. Осындай үлкен малдың өкпе бауырынан, жүрегінен дайындалатын шұжық десе де болады. Осындай әдемі тағам. Және де бұны өкпе бауыр жемейтін адамдарға таптырмайтын тағам деп ойлаймын. Осы әдіспен жасап көрсеңіздер, барлықтарыңызға ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер. Міне осындай әдемі болып пісетін, ішінде күріші бар, толығымен әдемі болып пісетін әсіптің дайындалу әдісі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Достар, егер де осы видео сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, менің осы видеомның астына комментарийлеріңізді қалдыруға ұмытпаңыздар. Менің каналымды дамытуға үлестеріңізді қоссаңыздар, өте қуанышты боламын. Бүгінгі менің осы сіздерге әдісім ұнайды деген ойдамын. Және де бұл әсіптің ішіне ет те қосуға болады. Менде бүгін ет қосқан жоқпын. Тек қана өкпе бауырынан және жүрегінен дайындалатын әдісі. Міне осылай өкпесін, бауырын, барлығын осылай турап қойдым. Қазір мясорубкадан өткізетін боламыз. Және де ішіне осындай сиырдың майы мен құйрық май, қойдың құйрық майын қосатын боламын. Дәміне, жаңағы біздің әсіптің дәміне ерекше дәм береді, өйткені кішкене майланып, сондай құрғақ болмайды. Және де осы пияз, сарымсақ және күріш қосатын боламыз. Пиязды енді қалауларыңыз бойынша мен қосқан себебім кішкене жаңағы біздің әсібіміз сочный болсын деп пияз қостым. Енді осылай барлығын мясорубкадан өткізіп аламыз. Өкпемізді, бауырын, жүрегін, барлығын. Дайындалу өте оңай. Осылай барлығын мясорубкадан өткізіп, күрішімізді, пиязымызды барлығын қосып, енді қолымызды жасап жуып алдым. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Бір араластырып болғаннан кейін үстіне дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып, тағы да толығымен араластыратын боламыз. Менің осы сіздерге дайындаған әдісім ұнап жатса, осы әдіспен дайындап көріңіздер. Егер де ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп, менің каналымды қолдау жіберулеріңізді сұраймын. Достар, міне араластырып болдым. Енді дәміне қарай тұзы мен бұрышын қосып, тағы да араластырамыз. Сонымен біздің жаңағы шектің ішіне салатын салмамыз дайын болады. Мен бүгін жаңағы қара малдың тоқ шегіне салатын боламын. Негізі аш шекке де сала берсе болады. Мен бүгін тоқ шегінің майларын алып, соның ішіне салатын боламын. Бірақ еш айырмашылығы жоқ. Міне осылай енді тоқ шегін аламыз. Және де мен бүгін осындай бутылкамен салатын боламын. Фьюстидің немесе Макси чайдың осы ауыз үлкен бутылкасы болса, осылай кесіп алып, осы жіппен байлап қоясыздар шектің аузына, солай ыңғайлы болады. Және де осы шектің екінші жағын тағы да мен зубочисткамен қадап, түбін байлап қоятын боламыз. Зубочистканы тыққан себебім жаңағы біздің жіптеріміз сырғып кетпеу үшін осылай ыңғайлы болады. Және де тағы да жіппен буып қоямыз астын. Содан кейін осылай ішіне салмасын толтырып сала береміз. Қатты тығыздамаймын ішіне салмасын, өйткені піскен кезде қазір біздің шектеріміз тартылады. Содан кейін біздің жаңағы ішіндегі салмасы тығыз болып кетпеу үшін қатты тығыз қылмаңыздар. Енді осылай қазір таяқшамен тығындап ішіне барлығын толтыратын боламыз. Міне осындай әдіспен салып ішін толтыра беруге болады. Достар, міне мен бір шекке толтырып қалдым. Және де осылай арасынан жіппен буып түйіп қойсаңыздар, піскен кезде кесіп турап алуға ыңғайлы болады. Осылай сол үшін де қатты тығыздамай салсаңыздар дұрыс болады. Енді осылай барлық шектерді толтырып шығамыз. Міне осылай толтырып болдым. Және де бір шекті, бір ұзындау шегін қазір мантоваркаға салып қойдым. Қазір соны пісіреміз. 45-50 минуттай піседі. Міне осындай үлкен мантоваркамызға салып аламыз қазір. Және де осылай пісіретін кезде осы біздің әсіптің бетін осындай зубочисткамен 2-3 жерден тесіп қойыңыздар. Қазір піскен кезде ішінен ауасы шығып тұрады. Шектеріміз сосын жыртылып кетпейтін болады. Енді 45-50 минутқа қоямыз. Достар, міне біздің әсіп пісіп дайын болды. Осындай әдемі шұжық тәрізді болады. Дәмі де, түсі де, түрі де сол шұжыққа ұқсайды.
барлық осы үлкен малдың ішегінен, үлкен малдың бауырын, өкпесін, жүрегінен осындай көлемде шықты. Міне түрі де осындай әдемі болып шығады. Енді піскен кезде сол жіптен алып тастаймыз. Менің әсіптерім әлі ыстық, сондықтан да осы вилкамен турайтын боламын. Және де ыстық болғаннан кейін кішкене қазір шектері жиылып қалады, ол ештеңе етпейді. Біздің әсіптеріміз толығымен суыған кезде жаңағы шек өзі орнына қалпына келеді. Міне осындай болып шықты достар, бір-біріне біріккен әдемі шұжық тәрізді әсіптің рецептісі. дайындап көріңіздер. Ұнап жатса менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Астына комментарий қалдырсаңыздар, және де лайк басып менің каналымды қолдап жіберсеңіздер өте қуанышты боламын достар. Және де осы видеоның астындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің алдағы сіздерге салып тұратын тағамдарымды көріп отырасыздар. Сіздерге осындай ауылдың тағамдары және де қолжетімді тағамдарды барлығын салып отырамын достар. Менің видеом сіздерге ұнап жатса менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.